таңғы және кешкі зікірлер деген нәрсе бар. Мысалы, дәл қазіргі уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дұғаларды айтып отыратын. Егер андай жиын не болмаса, мысалы жеке отырып қалса, Аллахумма инни амсайту ушхидука ушхиду хамалата аршика ва малаикатака ва жамиа халқика аннака анталлах ва анна Мухаммадан абдука ва расулук деген. Аллах Тағала, осы кешті міне мен қарсы алып жатырмын. Осы кеште мен сені куә қыламын, күллі періштелеріңді куә қыламын, сенен басқа тәңір жоқтығына және Мұхаммед оның елшісі екендігіне. Осы кешті мен қарсы алып жатырмын дейді да, мысалы. Аля калиматил ихлас, ла илаха иллаллах деген ықылас сөзімді айтып, аля дини Мұхаммадин, Мұхаммедтің дініндемін деп, аля миллати Ибрахима ханифа, Ибрахимнің жолындамын деп, міне осы кешті осылай қарсы алып жатырмын, Раббым. Аллахумма ма әмса бибин ниғматин ау би ахади мин холкик. Аллахым, осы кеште маған бір нығмет қазір келген болса, немесе мына құлдарының кез келгеніне бір нығмет келген болса, фаминка вахдака ла шарика лак, ол тек сенен келген нығмет қой, сені мақтаймын, саған шүкір етемін дегендей нәрселер. Аллахума яға әмсайна ва әмсал мулку лиллахи роббил аламин. Осы кеште бізде мына бүкіл патшалықта Алланың өзіне тән болған түрде қазір біз кешті қарсы алып жатырмыз. Содан Алла Тағала осы кештің жақсылығын сұраймын. Қараңыз. Ва фатхаха ва насраха, осы кештің жеңісін сұраймын. Ва насраха, шайтанға қарсы жәрдемін сұраймын. Жалқаулыққа, әлсіздікке қарсы, артық ұйқыға қарсы жәрдеміңді сұраймын. Ва нураха, нұрын сұраймын. Жақсы амалдардың, ва баракатаха, берекесін сұраймын. Және осы түннің күллі жамандығынан, осы түннен кейінгі жамандықтардан саған сыйынамын. Бұл дұғалардың бір басы. Негізі бұлай жинақталса, пайғамбарымыз өзінің айтқанына байланысты, енді бір 20 минут па, жарты сағатты ма сондайды алып қалуы да мүмкін. Өйткені кейбір дұғалар, мысалы, хасби Аллаху ла илаха иллаху, Алла маған жеті басады, Алладан басқа тәңір жоқ, ол ұлы әлемдердің Раббысы, мен оған тәуекел еттімді 7 рет айтатын. Астағфируллах ва атубу илейхи, 100 рет айтатын дегендей. Субханаллахи ва бихамдихи 100 рет айтатын. Осының бәрін таңертең таң намазынан кейін айтып тастайтын. Сосын ақшам намазы кірерден бұрын айтып тастайтын. Көрдіңіз ба? Міне бұл екі уақыттан, намаз осы екі уақыттан басталды. Сол секілді кейін Алла Тағала 5 уақытын толықтырды ғой. Сондай-ақ мына екі дұғаны, кешкі және таңғы зікірлерді дәл осы уақыттарда айтатын. Және осы екі уақыт ертең қабірде де керек екен бізге. Өйткені қабірге кіргеннен кейін дейді, ешбір мұъмин жоқ дейді, оған жәннаттағы немесе жаңағы ешбір кәпір адам жоқ. Мұъминге жәннаттағы, кәпірге кәпірдегі орнына таңертең бір рет, кешке бір рет көрсетілмей тұратын дейді. Міндетті түрде көрсетіліп жатады дейді. Сондықтан бұл уақыттар жай уақыттар емес. Неге Алла Тағала бұл екі уақытта? Бұл екі уақытта хайыр бар, шексіз хайырлар бар да. Алла Тағала сондықтан осы екі уақытты намазды бұйырды.